Сәлем достар, бүгін біз жаңа локацияға кетіп барамыз, ал ендеше бүгінгі екінші влогымызды бастайық. Ендеше алғашқы локация ол бізде Қонақ Пьер. Қонақ Пьер бұл шағын сауда үйі деп айтсақ болады. Бұл жерде көп жерлер жабық. Видеодан қарап отырсаңыздар, бұл жерде кафелер, дүкендер шағын табуға болады. Және де осы жерден кофе алып, теңіздің жағалауында кофе ішуге болады. Яғни кафелер теңіз жағалауында орналасқан. Сонымен қатар бұл жерде киімдер дүкені бар, және де кітап дүкені, косметика, пляжға арналған киімдер. Сонымен қатар Cotton бар бұл жерде орналасқан. Mavi дүкені, түрік киім сататын дүкені. Және де бұл Қонақ Пьер осы қонақта орналасқан, жалпы шағын, қатты үлкен емес, іші таза, әдемі. Ары қарай осы Қонақ Пьердан шығып, біз сіздермен Алсан-Жак деген районға барамыз. Бұл Алсан-Жакқа бару үшін 253 автобусқа отырасыз, және сол Алсан-Жак деген остановкадан түсесіз. Бұл жерде, бұл Алсан-Жак районында жалпы кафелер, дүкендер, шоппинг жасайтын, жалпы қыдыратын жер, және де тағы да бір маңызды локация бар бұл жерде. Бұл республика ағашы осы Измир қаласының Қонақ ауданындағы Гундогу алаңында орналасқан ескерткіш. Бұл ескерткіш 2003 жылы салынған. Бұл ескерткіш тәуелсіздік үшін соғысты бейнелейді. Мыстан жасалған мүсіннің биіктігі 5 метр, мәрмәрмен көмкерілген. Тұғырдың биіктігі 8,5 метр. Ескерткіштің толық биіктігі 13,5 метрді құрайды. Бұл алаңға адамдар кешке қарай күннің батысын тамашалау үшін келеді. Жалпы бұл Алсан-Жак ауданы көбінесе жастар уақыттарын осы ауданда өткізеді. Себебі бұл районда сіздер көптеген кафелерді, ресторандарды, әртүрлі, мысалы, Корей ресторандарын, және де дүкендерді, әртүрлі косметикалық дүкендерді кездестіруге болады. Сонымен қатар бұл жерде тату салондары өте көп орналасқан екен. Мен соны байқадым. Байқап отырсаңыздар, Алматыдағы Арбат орталығына ұқсайды. Яғни жолдар адамдарға арналған, және де екі жағының бәрі дүкендер, кафелер, ресторандар сондай орналасқан. Яғни дүкендер әртүрлі, бұл жерде косметикалық дүкендер, киімдер, әртүрлі саладағы заттарды табуға болады. Сонымен қатар бұл жерде сувенирларды да табуға болады. Егер мысалы сувенир алуға баратын болсаңыз, бұл жерде әртүрлі сувенир дүкендерінде кездестіруге болады. Ары қарай осы жерден автобусқа отырып, алдында айтқан Қонақ районына жетіп алсаңыздар болады, 253 автобуспен. Жалпы қаланы көріп отырсаңыздар, қала өте әдемі, әртүрлі жаңа ғимараттар, жаңа көптеген қала таза. Жалпы қала европалық үлгіде салынған. Көріп отырсыздар деп ойлаймын. Мына жерде түріктің туы тұр, бұл бізде университет. Байқап отырсаңыздар, жалпы осы қалада маған бір ұнағаны бұл автобустағы адамдардың өз-өзін ұстауы. Яғни байқап отырсаңыздар, автобуста адамдар мәдениетті түрде алдыңғы есіктен кіріп, карталарын ұрып, содан кейін барып өздерінің орындарына барып жайғасады. Ал шығатын адамдар артқы есіктен шыға береді. Вот маған сол жағы өте қатты ұнады. Келесі таныстыратын локация ол бізде Истине парк деп аталады, яғни люкс түріндегі сауда үйлерінің бірі. Бұл сауда үйіне жалпы сіздер трамваймен жетулеріңізге болады. Байқап тұрсаңыздар, трамвайдың соңғы остановкасы осы Истине паркке келеді. Бұл жерден карточкамен немесе Каспиймен төлеулеріңізге болады. Осындай трамвай келеді. Осындай трамвайға отырып жетіп алуға болады.
Трамваймен жету өте ыңғайлы, себебі іші салқын, 38 градустықта, нағыз өте керемет көліктің бірі. Байқап отырсаңыздар, остановкалар осындай белгілермен көрсетіліп тұрады, сондықтан остановкаңызды өткізіп алам деп қорықпай-ақ қойсаңыз болады. Ол жерде барлығы жазылып тұрады. Әрбір остановкаға келген сайын әр остановканың аты жанып тұрады. Яғни осындай бізде сауда үйі Истения парк. Қарап тұрсаңыздар, өте керемет, әдемі, өзінің паркі бар, өте жасыл, сондай бір керемет сауда үйлерінің бірі. Сауда үйі енді өте үлкен, 4 этаждан тұрады ғой, демеге шатаспасам 4 или 5, және астыңғы қабаттары бар. Бұл сауда үйі жаңа сауда үйлердің бірі, себебі бұл сауда үйі 2021 жыл ашылған. Бұл жерде 270-дей дүкен орналасқан, және де бұл сауда үйінің астында 2250 автокөлікке арналған автотұрақ бар орналасқан. Және де байқап отырсаңыздар, бұл сауда үйінің ішінде, спорт киімдерінің ішінде балаларға арналған ойындар бар, және тіпті баскетбол ойнайтын орын бар. Дәп-дәл дүкеннің ішінде балалар баскетбол ойнап жатыр. Өте керемет, және де бұл жерде демалу аймақтары өте көп, демалу аймақтары әр жерде орналасқан. Және де маған ең қатты ұнағаны, ол бізде тамақтанатын аймақ, яғни фудкорт дейді ғой, тамақтанатын аймақта байқап отырсаңыздар, бір орманның ішінде отырғандай әсер қалдырады. Қарап отырсаңыздар, ағаштармен жасалған өте керемет атмосферасы, енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Енді жалпы маған өте қатты ұнады. Егер Измир қаласында болып жатсаңыздар, міндетті түрде барсаңыздар болады. Бұл жерде тек бір ғана емес, бірнеше тамақтану орындары бар. Жаңа көрсеткен тамақтану орны бұл 1-ші этажда, және де 4-ші этажда ғой, дем қателеспесем, 4-ші этажда да тамақтану орны бар. Ол жерден көп жағдайда фастфуд тағамдарын табуға болады. Және де бұл сауда үйінің ішінде барлық масс-маркеттердің барлығы орналасқан, масс-маркеттер дүкендердің кез келген табуға болады. Дүкеннің іші өте үлкен, кез келген затты табуға болады. Міне мынау үстіндегі тамақтану орны жалпы осындай, байқап отырсаңыздар, өте әдемі салынған. Сонымен қатар сыртқы терраса орналасқан, сырт жақтан қаланың көрінісін көруге болады. Бұл жерде негізі көбінесе адамдар, темекі шегетін адамдар отырады. Бұнда негізі бір минусы, қаланың адамдар темекіні өте көп шегеді, әсіресе жастар. Сол жағы маған ұнамады негізі, бірақ та қала жағы маған өте ұнады. Байқап отырсаңыздар, жасыл, әдемі, таза. Бұл көріністер осы сауда үйінің терезесінен сыртқа қараған кезде осындай көріністерді көруге болады. Және де тағы да бір ең керемет маған ұнағаны, бұл сауда үйінде масс-маркеттен бөлек бұл жерде брендтарды табуға болады. Олар бөлек сырт жағында орналасқан, бір бөлек парк сияқты кереметті жасалған. Яғни байқап отырсаңыздар, бұл жерде әртүрлі Bulgari, Prada, Max Mara, кез келген Armani, Diesel, былайша айтқанда барлық брендтерді табуға болады. Және де өте қатты ұнағаны, бұл жердегі консультанттар өте қатты ұнады. Мысалы, біз кіріп көрдік, Прадаға кірдік, Bulgariға кірдік, әртүрлі заттарында киіп көрдік, тағып көрдік, жаңағы сақиналарын,
5 миллион 6 миллион теңге тұратын консультанттары өте сондай қарапайым, жақсы размерін тауып әкеп беріп, яғни адамға қарым-қатынастары өте жақсы. Маған сол жағы өте қатты ұнады. Байқап отырсаңыздар, өте әдемі орналасқан. Кез келген бұл жердегі масс-маркеттегі дүкендерді немесе брендтерді табуға болады. Жалпы осындай, егер Измирда болсаңыздар, тағы да айтам, міндетті түрде барып көріңіздер. Өте керемет сауда үйлерінің бірі. Онда Прада дүкенінде біз киімдерді киіп көрдік, және де заттарды алып көріп жатырмыз. Жалпы өте қатты ұнады. Осымен менің Измир қаласы туралы екінші влогым аяқталуға жақын қалды. Сіздерге жалпы ұнап жатыр деп ойлаймын. Және де сіздерге маңызды ақпарат бере алдым деп ойлаймын. Осы қала туралы жалпылама мағлұмат бере алдым деген ойдамын. Сау болыңыздар, келесі кездескенше келесі влогты күтіңіздер. Сау болыңыздар. Görüşürüz arkadaşlar.